тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашып, әлемді ғылым үшін сенсация саналған жаңалық 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған өнертанушы ғалымдар арасында қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болған алтын адам. Бұл жауынгер талай тылсым құпияның бетін ашты. Біздің бабаларымыз әлі күнге дейін өзінің асқан көркемдігімен тамсандыратын аса жоғарғы деңгейдегі көркем дүниелер жасаған. Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Сонымен бірге бұл жаңалық дала өркениетінің зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай мифологияны паш етті. Дала халқы өз көсемдерін осылайша ұлықтап, оның мәртебесін күн секілді құдірет деңгейіне көтеріп асқақтатқан. Қорымдағы сән-салтанатты жасау жабдықтар ежелгі бабаларымыздың зияткерлік дәстүрлерінен де мол хабар береді. Жауынгердің жанынан табылған күміс кеселердің бірінде ойын жазылған таңбалар бар. Бұл орталық Азия аумағынан бұрын соңды табылған жазу атаулының ішіндегі ең көнесі.